Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға снежок деп аталатын песочный печеньенің рецептін ұсынамын. Бұл печенье кішкене майлы болғанына қарамастан дәмі ерекше және жеген кезде ауызда еріп үгіліп тұрады. Олай болса, алдымен ыдысқа сары май мен қант ұнтағын салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Миксерді тоқтатып, күнбағыс майын қосып, тағы да араластырамыз. Содан кейін крахмалды салып, тағы да араластырамыз. Ең соңында ұнымызды салып, миксермен кішкене араластырып, ары қарай лопатканың көмегімен немесе қолмен жақсылап араластырамыз. Печеньенің әрқайсысын 20 граммнан алып, домалақтап, пергаментті қағаз төселген противенге саламыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 15-20 минуттай сәл қызарғанша пісіреміз. Печеньенің пісу уақыты духовкаға байланысты. Міне 20 минут өтті. Печеньеміз дайын. Егер сізге рецепт ұнаса, астына өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіз. Арнама жазылуды ұмытпаңыз.